Саламатсыздар ма балалар? Менің сабағыма қош келдіңіздер. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазамыз. Бүгінгі сабақта өсімдіктер мен музыка жайында қызықты сабақтар өтеді. Бүгінгі сабақ қазақ тілі 5-ші сынып, 29-шы сабақ өсімдік және музыка. Бірінші мәтінге қарап қойып, себебін түсіндіріңдер. Мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырыңдар. Бүгінгі сабақта өсімдік туралы, яғни музыка туралы және 20-шы ғасырдың басында Үндістанның Колката қаласында физиолог ғалым Джагдиш өсімдіктердің дамуына музыканың әсері бар екенін бақылап, тәжірибе жасап көрген. Зерттеудің нәтижесінде өсімдіктерге скрипка жақсы әсер ететіні дыбысы білген, яғни жақсы әсер ететінін анықтаған. Ал доктор Синг пен Стелла Поня скрипканың әсіресе таңертеңгі кезде жақсы әсер ететінін білген, сезген. Өйткені жасушадағы цитоплазма қозғалысының жылдамдауын осы скрипканың дауысын таңғы уақытта естіген кезде жылдамдауы байқаған. Мимоза деген өсімдікке күніне 25 минут скрипкада Үндістан музыкасы ойналған. Сол кезде музыка тыңдамаған мимозамен салыстырғанда, ол жаңағы скрипка тыңдаған мимоза 1,5 есе жақсы өскен екен. Яғни музыка тыңдаған өсімдіктерге де пайдалы әрі жағымды екен. Ал күріш, темекі, бидай олар флейта аспабының дыбысына жақсы өседі екен. Скрипка дыбысына сонымен бірге шие ағашы да жақсы өсетін болған. Шие ағашына скрипка дыбысын тыңдатқан кезде бір мезгілде қаулап барлығы гүл жарған екен. Бір қызығы өсімдіктердің шулы музыканы жақтырмайтын болған. Музыка мен өсімдік арасында, яғни бір-бірімен байланыс бар. Мысалы, көптеген ағаштардан музыкалық аспаптар жасайды. Шыршадан домбыра, пианино, ал скрипка, қайыңнан арфа, роял, шамшаттан гитара, қарағайдан қобыз жасайды екен. Олай болса, өсімдіктерге скрипканың басқа да аспаптардың дыбысы әсер етеді, жағымды болады, жақсы өседі деген, онда осындай қаулы өсиеттер рас болғаны деп ойлаймын менде. Сөздің тура және ауыспалы мағынасы дегеніміз не? Сөздің затты немесе құбылысты нақты атап көрсетіп білдіретін мағынасын тура мағына дейді. Тура мағына әр заттың өзіне тән жеке мағынасы болады. Сол арқылы біз айырамыз. Мысалы, мектеп, теңіз, кеме деген кезде бұл жерде заттарды айтып тұр. Яғни мектеп екен, теңіз екен, кеме екен түсінеміз. Ал ұзын, ыстық, биік, жақсы деген сөздерде заттың сынын білдіреді. Ал оқыды, жүрді, жүзді деген сөздерде қимылды білдіріп көрсетіп тұр. Ал енді сөздер тура мағынада кейбір сөздер айтыла бермейді, ауыспалы мағынада да қолданылуы мүмкін. Олай болса, ауыспалы мағына дегеніміз сөздің қолданылуы барысында пайда болатын туынды мағынасы. Яғни ол сөздің тура мағынасының негізінен туындайды. Мысалы, теңізде кеме жүзіп жүр, білім теңіз мектеп кеме, білім теңіз мектеп кеме, өнерлі өрге жүзер. Бұнда бірінші сөйлемдегі теңіз, кеме, жүз сөздері тура мағынасында жұмсалса, ал келесі сөйлемдерде ауыспалы мағынада жұмсалыптыр. Яғни теңізде кеме жүзіп жүр. Бұл жерде теңізде кеме жүзіп жүр деп тура мағынада айтылыптыр. Ал білім теңіз мектеп кеме, өнерлі өрге жүзер деген сөздерде бұл кездерде уже басқа ауыспалы мағынада айтылып тұр. Яғни білім теңіз. Бұл ауыспалы мағынада. Олай болса, екінші тапсырма қою қаріппен берілген сөздерінің тура және ауыспалы мағыналарын анықтаңдар. Үлгі. Мына жерде сөйлем берілген, үлгіде көрсетілген орман ішінде билейтін ағаш бар. Ол адамның ішінде не барын білу қиын. Яғни, бұл жерде ішінде деген сөз, қарамен жазылған сөзге негізгі мағыналарын және ауыспалы мағынасын қойып, сөйлем құрап жазамыз. Екінші жаттығуды орындамас бұрын бірінші жаттығудың тапсырмасын орындайық. Яғни сұрақтар қою керек еді өсімдіктер және музыка деген тақырыпта. Физиолог ғалым Джагдиш қандай тәжірибе жасады? Қанша уақыт скрипкада
Үндістан музыкасы ойналған флейта аспабына не жақсы өседі деген сұрақтарды қоямыз. Екінші тапсырманың жауабын орындайық. Олай болса, мен биік үйге кірдім, сен биік белестерден көрінесің. Мен көтерген жүк жеңіл болды, олар жеңіл ойлағанды ұнатады. Асқар атасының артынан ілесті, ән ырғағына ілесті. Яғни екінші тапсырмадағы қарамен жазылған сөздерге және тура ауыспалы мағынасында сөйлем құрдық. Үшінші, Жанар Айжанованың орындауы қобызым әнін тыңдап, қобыздың қандай ағаштан жасалғанын анықтаңдар. Негізі қобыздар бітеу ағаштан, қатты ағаштан, үйеңкі, қарағай, қараемен, аққайың ағаштарынан жасалады. Төртінші, құлақтан кіріп бойдалар жақсы әнмен тәтті күй атты тақырыпта концерт өтетіндігі туралы хабарландыру жазыңдар. Хабарландыру: 23 қараша күні Мәдениет үйінде құлақтан кіріп бойдалар жақсы әнмен тәтті күй атты концерт өтеді. Кешікпей келіңіздер. 23 қараша 2022 жыл. Бесінші, ақындардың ағаш, гүл, тағы басқа өсімдіктерге арналған өлеңдерінен бірнеше үзінді тауып жазыңдар. Өздерің де өлең шығарып көріңдер. Үлгі: жапырақ жүрек жасқайың, жанымды айырбастайын. Бұл жерде жасқайың, жапырақ деген сөздер кездесіп тұр. Яғни қайың туралы айтылып тұр. Ағаш туралы: орманға балтасымен келді мұжық, аралап ағаш таңдап жүрді кезіп. Апырмай аман қалсақ жарар еді, деп жанынан көрген ағаш тұрды безіп. Мұжыққа бір жас ағаш айтады сөз: Құдайдан тілеуші едім, келтір деп кез. Мыңда бір алғыс саған берер едім, осы үлкен ағаштардан құтқарсаң тез. Гүлдер туралы: қызыл гүл жасар сайшы салып жатқан. Әр нәрсе шағымызда болып жатқан, жақсылық ойлаңыздар біздің халық. Тастаңыз жамандықты толып жатқан, құрметті ел билеген хакімдерде. Жүрегім бүгінде жанымау жырлады, белгісіз сезімнің махаббат сырлары. Аяла сен мені, аяла тағы да, ыстығау құшағын сезімнің гүл бағы. Гүл алып келемін, гүл алып, жай ғана білмеймін себебін. Қарсы алсаң болды сен қуанып. Мінекей осындай сіздерге гүл, ағаш туралы өлең бердім. Олай болса, сабақ аяқталды. Тіркелмегендеріңіз болса тіркеліп, сабақ ұнаса комментарийға жазып, лайк басып, мені қуантып қойыңыздар.